Жаңа конституцияда преамбуладан бастап, жаңа конституцияның мәтінінде де ең басты назар, ең басты басымдылық осы білім, ғылым, инновация мен мәдениетке берілген. Бұл өте маңызды деп мен санаймын. Енді жалпы оны біз былай түсінуіміз керек қой. Ол прагматикалық егер біздің күнделікті өмірде қалай бізге әсер етеді. Ол бірінші кезекте бізге осы саланы қаржыландыруға, қосымша қаражат алуға, және де қазіргі қаржыландыруды азайтпауға көмектеседі. Мысалы, қаржы министрлігі бізге келіп, осы мұғалімдердің жалақысын азайтайық десек, әлде біздің ғалымдарымыздың жалақысын азайтайық десе, жалпы осы саланы қаржыландыруын қысқартайық десе, бұл енді тек қана мемлекеттік бағдарламаға қарсы келмейді, бұл жалпы конституцияға қарсы шыққанмен тең болады. Сондықтан осы нақты нормаларды біздің жаңа конституцияда бекіту өте маңызды.